Армысыздар, құрметті төрешілер, қарсы тарап. Бұл палата жасөспірімдердің психикалық денсаулығын қаржыландыруды медицинаның басқа салаларынан жоғары қою керек деп есептейді. Алдымен алаңға дефиниция енгізе кетейін. Жасөспірімдер 10 мен 19 жас аралығындағы жеткіншектер. Психикалық денсаулық адамның эмоциялық, ойлау және мінез-құлық тұрақтылығы, яғни стресс, депрессия, мазасыздық сияқты ішкі күйі. Үкімет командасы ретінде біз жасөспірімдердің психикалық денсаулығы қазіргі қоғамдағы ең өзекті әрі күрделі мәселе деп есептейміз. Сондықтан бұл сала алдыңғы қатарлы мемлекеттік қолдауға ие болуы тиіс. Біздің аргументтеріміз мынандай. Біріншісі, өсу кезеңіндегі психикалық мәселелер болашақ ұрпақтың негізін бұзады. Жасөспірім шақ ең сезімтал, қиын кезең. Егер дәл осы кезде қажетті көмек көрсетілмесе, ол адамның болашақ тұлғасына, қоғамға қосатын үлесіне кері әсер етеді. Екіншіден, психикалық денсаулық. Бүкіл денсаулықтың іргетасы десек болады. Көптеген физикалық аурулар да тікелей психологиялық жағдайға байланысты. Алдымен ішкі тұрақтылықты қалпына келтірмей, жалпы медицинада тиімділік болмайды. Үшіншіден, қазіргі статистика дабыл қағуда. Әлем бойынша әрбір 5-ші жасөспірім кем дегенде бір психикалық қиындықты бастан кешіреді. Суицид кей елдерде номер 1-ші себеп. Бұл әрекетсіздікті көтермейді. Құрметті төреші, біз бұл шешім тек әділетті емес, уақыт талабы деп есептейміз. Себебі мықты қоғам мықты тұлғалардан құралады. Ал мықты тұлғаның негізі сау психика. Құлақ салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қадірменді тыңдарман қауым, біз даттаушы топ. Бұл палата жасөспірімдердің психикалық денсаулығын қаржыландыруды, медицинаның басқа салаларын жоғары қою керек деген ұсынысқа толықтай қарсымыз. Себебі бұл ұсыныс тек бір мәселені шешемін деп жүріп, мың басқа мәселенің түбіне жететін, жүйенің үйлесімділігін бұзатын, әрі ұзақ мерзімді зиянға алып келетін шешім. Енді тыңдаңыздар, неге біз бұлай дейміз? Бізде бірнеше нақты логикалық стратегиялық дәлелдер бар. Біріншіден, медицина. Бұл өзара тығыз байланысқан салалар жүйесі. Денсаулық сақтау дегеніміз тек психика емес, бұл жүрек, өкпе, бауыр, жарақат, сондай-ақ инфекция, хирургия, акушерия, неврология, тіпті стоматология сияқты жүздеген бағыттардың ортақ мүддесі болып табылады. Біреуін ғана жоғары қойса, қалғандары артта қалады. Нәтижесінде тепе-теңдік бұзылады. Бір жүйені көтеріп, басқа емделу медициналық үйлесімді табиғатына қарсы. Кез келген ой, егер ол тепе-теңдік пен шындыққа сай келмесе, түбі зиян. Екіншіден, психикалық денсаулық расымен маңызды. Бірақ біз оның маңызын медицинаның басқа салаларымен бәсекеге салып өлшеуіміз керек пе? Бұл дұрыс емес. Жасөспірімнің күйзелісі маңызды, бірақ егер ол қатты қансырап жатса, немесе жүрек талмасына ұшыраса, біз алдымен оның психологиясын емес, өмірін сақтап қалатын физикалық емге жүгінеміз. Демек, физикалық және психикалық саулық бір-біріне қарсы емес, олар бірге жүреді. Бірақ тек біреуіне басымдық беру бүтін жүйенің әлсіреуіне алып келеді. Үшіншіден, қаржы. Бұл шектеулі ресурс. Біз мемлекет бюджетін көбейте аламыз. Сол себепті біздегі әр теңге, әр доллар стратегиялық шешім болып табылады. Ал біз ол шешімді қалай қабылдап отырмыз? Бір мәселе шектен тыс көңіл бөліп, қалған маңызды мәселелерді құрбан етіп, бұл нағыз тиімсіздік. Медицинаның барлық саласы даму керек. Ауылдағы ауруханалар жаңартылуы керек. Дәрігерлер жалақысы өсу керек. Диагностика жүйесі, жедел жәрдем, барлығы қаржы күтуде. Біз бұл теңсіздікті бұзса, халықтың жалпы денсаулығы төмендейді. Психикалық саулықты көтереміз деп, физикалық саулықты құрбан етіп алмайық. Жалпы қорытындылай келсек, біз жасөспірімдерді жақсы көреміз бе? Иә, біз оларды қолдағымыз келеді. Бірақ шынайы қолдау дегеніміз эмоциямен емес, ақылмен шешім қабылдау қажет. Психикалық денсаулық маңызды, бірақ оны басымдық етемін деп, физикалық денсаулықты да ұмытуға болмайды. Кешенді көзқарас, үйлестірілген бюджет, стратегиялық бағыт, міне, біз ұсынатын жол осы. Сондықтан бұл палата ұсынған ұсынысқа біз толықтай қарсы келеміз. Құрметті төрешілер, қарсы тарап және құрметті көрермендер. Бірінші спикеріміз өте маңызды ойды қозғады. Жасөспірім шақ адам өміріндегі ең күрделі, ең сезімтал кезең екенін және дәл осы сәтте берілген қолдау болашақ тұлғаның қандай адам болатынын анықтайтынын айтты. Мен осыны нақты деректермен, мысалдармен, әрі ұсыныстармен толықтырғым келеді. Бүгінгі қоғамда психикалық денсаулық жай сөз емес, бұл нағыз дабыл қағатын тақырып, әсіресе жасөспірімдер арасында.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша әлемдегі әрбір 5-ші жасөспірім кем дегенде бір психикалық қиындықты бастан өткеруде. Бұл миллиондаған бала күйзеліспен, үрей мен жалғыздықпен өмір сүріп жатыр деген сөз. Ал Қазақстанда ше, бағама мәліметінше соңғы 3 жылда оқушылар арасында стресс, депрессия, мазасыздық туралы шағымдар 2 есеге өскен. Жыл сайын жасөспірімдер арасындағы суицид көрсеткіші бойынша Қазақстан алғашқы 10-ға кіреді. Бұл өте ауыр әрі ұят жағдай. Себебі бұның артында біреудің қызы, біреудің ұлы, үміті, арманы жатыр. Кейде үлкендер балаға не жетпейді, тамақ бар, киім бар дейді. Бірақ жастар тек материалдық қажеттілікпен өмір сүрмейміз. Бізге түсіністік, эмоциялық қолдау, сенім, психологиялық қауіпсіздік керек. Ал енді біз не істеуіміз керек? Біз бұл мәселеде үнсіз қалмаймыз. Сондықтан мынандай нақты ұсыныстарымыз бар. Мектептегі психологтарды көбейту және оларды сапалы даярлау. Қазіргі көптеген мектептерде бір ғана психолог 100 балаға жауапты. Бұл жеткіліксіз. Психолог қағаз толтыратын емес, жанмен жұмыс істейтін маман болу керек. Эмоциялық сауаттылық сабақтарын енгізу. Бұл сабақтарда оқушылар өз сезімін тануға, оны дұрыс жеткізуге, басқаларға зиян келтірмей күйзелісті жеңуге үйренеді. Бұл болашақта да өте пайдалы. Ата-аналар мен мұғалімдер үшін психологиялық тренингтер. Өйткені бала қоғамның ғана емес, отбасындағы, сыныптағы, ортасындағы айна. Егер ересектер дұрыс түсінсе, балада қиындық азаяды. Қорытындылай келе, құрметті төреші, бұл мәселе тек денсаулық немесе тәрбие мәселесі емес, бұл ұлт болашағы мәселесі. Біз психикалық денсаулықты мықты, ішкі тұрақтылығы қалыптасқан, саналы ұрпақ тәрбиелегіміз келсе, дәл қазір әрекет етуіміз керек. Сөзімді мұндай оймен аяқтағым келеді. Біз мықты мемлекет болғымыз келсе, алдымен мықты адам қалыптастыруымыз керек. Ал мықты адамның іргетасы сау психика. Мен екінші спикермін және өз командамның айтқан аргументтерін ары қарай тереңдетіп, осы палата ұсынған идеяның қандай қауіпті, бір жақта және қоғамдық зияны бар екенін нақтылап көрсетемін. Біз қарсы болу арқылы психикалық